Ассалаумағалейкум достар, байланыста Муслим Муса. Қалай бизнесті интернет арқылы дұрыс дамытуға болады? Көптеген бизнесмендердің арасында проблемалар бар. Көбісінде проблема: бизнесімді интернет арқылы дамыта алмай жатырмын, қандай жарнама қосуым керек, қалай интернет арқылы дамытамын, клиент санын интернет арқылы көбейткім келеді, не істеймін деген сияқты әртүрлі сұрақтары бар. Бүгін мен осы сұраққа нақты жауап беретін боламын. Қалай бизнесті интернет арқылы дұрыс дамытуға болады? Жалпы сіздерге айтатыным, интернет арқылы жарнама жасаудың, яғни түсінікті тілде айтсам, интернет арқылы жарнама жасап клиент табудың екі түрі бар. Біріншісі, Instagram, Facebookқа таргет жарнамасын жібересіз, сол жақтан теплый, холодный клиенттерді ұстайсыз. Екіншісі, Google'дағы контекстік жарнаманы бизнесіңізге қосасыз, ол жақтан горячий клиенттерді ұстайсыз. Может, сіз білмейтін шығарсыз, таргет жарнамасы не, контекстік жарнама дегеніміз не. Төменге мен описанияға сілтеме қалдырып кетемін, сол жақтан тауып қарасаңыздар болады. Бұл таргет жарнамасына және контекстік жарнамаға жеке тоқталып айтатын боламын. Қазір енді сіздерге мен мысалмен түсіндіре кетейін. Мысалы, сіз бизнесменсіз, либо услуга бизнеспен айналысасыз, либо товарный бизнеспен айналысасыз. Және де сіздің бизнесіңіз, сіздің өніміңіз, сіздің қызметіңіз адамдардың проблемасын шешеді, немесе адамдарға пайда келеді. Вот осындай жалпы схема бар. Енді қараңыз, сіз өзіңіздің бизнесіңізді аштыңыз, немесе действующий бизнесменсіз, клиентіңіз азын-аулақ арасында болып тұр деген сияқты, аптасында 5-6 клиент, немесе бір 10-20 клиент деген сияқты. Енді сіздің мақсатыңыз интернет арқылы бизнесіңізді жарнамалап, клиент санын 2 есе, 3 есе, 4 есе, 10 есе көбейту. Енді сізде сұрақ туындауы мүмкін: мен қандай жарнама жасаймын, қандай шагтарды жасаймын деген сияқты. Мысалы, сіз енді естіген болуыңыз мүмкін, көп адам айтады ғой, таргет деп. Сосын сіз ойлауыңыз мүмкін: мен өзімнің бизнесімді дамытуым үшін маған таргет рекламаны қосуым керек деген сияқты. Жоқ, сіздің клиенттеріңіз, яғни сіздің аудиторияңыз таргет арқылы келмеуі мүмкін. Сіздің аудиторияңыз может Google-да шығар. Қазір сіздерге барлығы түсінікті болады. Қараңыз, мен айттым, сіз либо услуга бизнеспен айналысасыз, либо товарный бизнеспен айналысасыз. Міне қазір сіздерге мен мысалмен түсіндіріп кетейін. Көріп тұрғандарыңыздай, фотода бұл фильтр для воды. Бұл аппарат, бұл өнім адамдардың проблемасын шешеді. Енді қараймыз. Бір адамға фильтр керек. Мысалы, маған немесе сізге фильтр керек, үйімізге орнату керек. Немесе Атырау қаласының тұрғындарын айтсақ, көптеген адамдарға ол жақта фильтр қажет, себебі ол жақта судың качествосы, сапасы нашар. Ол адам не істейді? Фильтр сатып алғысы келеді. Ол бірден барады да, базарға барады да, фильтрді сатып алып та үйіне келеді. Ол адам отырмайды ғой, ол Инстаграмға кіріп, маркетологтардың, таргетологтардың рекламасын күтіп, маған қашан фильтрдің рекламасы шығады деген сияқты. Ол адам бірден базарға барады да, фильтр сатып алады да үйіне келеді, қондырады. Немесе интернет арқылы, яғни интернетке кіреді, Google-ға кіреді да, интернеттен былай іздейді: фильтр для воды Алматы, фильтр для воды Астана, фильтр для воды Атырау деп интернеттен іздейді. Сол кезде оған сайттар шығып тұрады. Сол сайттардың бір-екеуіне кіріп, қайсысы ұнайды, соған фильтр тапсырыс береді. Бұл бізде контекстік Google жарнамасы. Яғни клиент сізді өзі іздеп келеді. Мен сіздерге қазір фильтрмен түсіндіріп жатырмын. Енді қараймыз. Онда таргет жарнамасының не керегі бар деген сөз туындайды. Мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Таргет жіберсеңіздер, ол жақта теплый және холодный клиенттер, яғни сіздің өніміңізді дәл қазір олар сатып алмайды. Может, бір аптадан кейін, может, бір айдан кейін, может, даже бір жылдан кейін, может, 2 аптадан кейін, 2 айдан кейін деген сияқты. Ал Google-ға жарнама жіберсеңіз, сіздің өніміңізді клиенттер дәл күні ертеңіне сатып алуға дайын болады. Себебі ол жерде адамдар өзіне керек нәрсені Google-дан іздейді, сол кезде сіздің сайтыңызды жолықтырып қалады, сәйкесінше сайтқа кіріп, дәл ары қарай уже покупка жасайды деген сияқты. Сізге нақты шешім қабылдау керек. Сізге мен жалпы айтатын кеңесім, менің сіздерге кеңесім, сіз бастапқыда бірінші рет реклама қосайын деп жатырсыз ба, осы екі источникті да қосыңыз. Өзіңіздің бизнесті таргет арқылы да дамытыңыз, және де контекстік Google жарнамасы арқылы дамытыңыз. Себебі қазіргі таңда Қазақстанда 12 миллион адам Инстаграмды қолданады. Яғни ол жаққа да таргет жіберсек
біраз пайда табуға болады. Ал контекстный реклама жай ғана Алматы қаласының өзінде 4 миллионға жуық адам Google'ды, интернетті қолданады. Яғни күнделікті іздейді өзіне керек нәрселерді. Соны іздеген кезде сіз өзіңіздің өніміңізді, қызметіңізді, бизнесіңізді соларға көрсете аласыз. Көрдіңіздер ме? Жалпы бүгінгі видеосабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбеген сұрақтар болса, маған Инстаграмға жекеге жазсаңыздар болады, немесе комментарийға сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Жалпы қорытындылап айта кетсем, сіз бизнесменсіз, өзіңіздің бизнесіңізді интернет арқылы дамытып, клиент тапқыңыз келеді, онда сізге айтатын кеңесім, екі жарнаманың екеуін де қолданыңыз. Контекст Google жарнамасында қолданыңыз, және де Instagram, Facebook'тағы таргет жарнамасында қолданыңыз. Тек әшейін таргет қосып қойсаңыз, может ол қателік болуы мүмкін, себебі сіздің клиенттеріңіз, сіздің целевой аудиторияңыз ол Google-да болуы мүмкін. Ал тек Google жарнамасын қосып қойсаңыз, может сіздің аудиторияңыз Инстаграмда отырған болуы мүмкін. Сол себептен басында екі жарнаманың екеуін де қосасыз, сосын 1 ай, 2 ай бойы анализ жасап қарап отырасыз да, нақты бір шешімге келесіз. Яғни сіз уже нақты, сізде уже мнение болады, маған нақты мына жарнама түрі керек деген сияқты. Болды, таргет па таргет, осы жаққа көбірек көңіл бөлем, либо контекст па контекст, осы жаққа көбірек көңіл бөлем деген сияқты. Достар, айта кететінім, егер сіз өзіңіздің бизнесіңіздің шебері болсаңыз, қандай да бір товарный бизнеспен айналысасыз, немесе услуга бизнеспен айналысасыз, өзіңіздің бизнесіңіздің шеберсіз, онда мен сіздің жеке маркетологыңыз, таргетологыңыз болуға дайынмын. Яғни мен сіздің бизнесіңізді от А до Я интернет арқылы жарнама жасап отыратын боламын. Менімен жұмыс жасағыңыз келсе, маған Инстаграмға жекеге жазсаңыз болады. Инстаграм парақшам muslim.musa.kz. Жалпы айтатыным, тағы да бір сіздерге кеңесім, менің тегін сабағым бар. Күніне таргеттен 50-ден аса заявка алып отыру үшін не істеу қажет деген. Осы тегін сабағымды көру үшін қазір сіздерге сол жақ шетте подсказка, заставка шығады. Соның үстінен басып, менің тегін сабағымды көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Муслим Муса.